Ашы жас араласқан ана сүті. Бақытбек Бәмішұлы. Жалғасы өткен сандарда. Қаңқабай түнделетіп, жанын ұшырып кеп, ақ кісіні сирағынан суырып алды. Мына албастының тілін суыр, тісін қақ, сөйлемейтін болсын деді. Бұл жолы Қаңқабайдың айтқанын бұлжытпай орындайын деген ой болмады ақ кісіде. Керісінше сыры кетсе де сыны кетпей, жанына жақындаса жұпар аңқып, ақыл есін алып тұрған Қасылуға құмарын бір қандырып алғысы келген. Бірақ дәті жетпеді, қапаланып кетті. Қаңқабай ұзай бере Ләззаттың алқымына жабысты. «Шыңғыр!» деді. «Даусын Құдайға жетсін, бүкіл ел естісін». Ләззат оның айтуымен шыңғырған жоқ. Ақ кісінің қолы батып кетті. Оның даусы құлағына жеткен Қаңқабай айтқанын артығымен атқаратын ақ кісі тісін қағып жатыр, аузынан дым шықпайтын болды деп ойлады. Ләззат ашына шыңғырған сайын ақ кісінің еркек жыны қозды. Адамды ұрып құлатудың алуан түрлі айласын білетін ақ кісіге Ләззатты сұлата салу шопақ па? Айғайына қарамай алқымына тіреді де, алып ұрып ауына қол салғанда асауда ышқына тулаған Ләззат бар күшін жиып тап төстен қосаяқтап тұрып тарс еткізіп тепкенде қалпақтай ұшқан ақ кісі артындағы орындықты салдыр-гүлдір құлата-мұлата есікке барып соғылды. Егер есік сыртқа қарай ашылар болғанда шығардан бірақ шығар еді. Жалма-жан атып тұрып Ләззатты жерден алып құлақ шекеден періп жіберді. Ағлақтай бақ еткен Ләззаттың көз қиығы көп болып ісіп шыға келді. Таң атып, күн батып, өмір баяғыдай өзінің баяу жүрісімен жүріп жатыр. Кешегі елді шулатқан оқиғаларға да 2 апта болмай сап тиылған. Қамауда отырған Қасылу Ләззат туралы да ешкім ештеңе демейді. Әркім өз шаруасымен қойдан қоңыр жуас. Бір күні түннің бір уағында Қаңқабай ақ кісіні шақырды. Ақ кісі: «Ау қалеке, әкел әлгі арапшыны». Түтілген тауықтай болған Ләззатты жұлқи демеп есіктен кіргізді. Қаңқабай оған егімен бұрышты нұсқады. Дымы әбден құрыған, құр сілдері қалған Ләззатты сылқ еткізіп отырғыза салды да өзі сып етіп шыға жөнелді ақ кісі. Қаңқабай жығылып жатқан Ләззатты жағасынан тартып тұрғызып алды. Мазасын алып, күндіз түні есінен шықпаған түске қайта оралды. «Кім түкірді дедің мына кісінің бетіне? Мына кісі кім екенін білесің бе?» «Көсем». Ләззаттан үн шықпады. Қаңқабай екінші қайта сұрады. «Кім түкірді дедің?» Ләззат тілін жұтып қойғандай ләм-мим демеді. Қаңқабай айтқанын ақ кісінің бұлжытпай орындағанына кәміл сенді. Өйткені ақ кісі бұның іші бауырына кіріп алғалы қашан. Қаңқабайда кісі танитын адам. Осы елдің адамы болмаса да, осы елге келе іздегенін тапты. Тапқаны осы ақ кісі болатын. Ақ кісі адамның су жорғасы. Жағына пышақ жанығандай, беті жып-жылмағай. Не мұрты, не егінде бір тал қылшығы жоқ ақ сұр кісі. Алтайдың ашы күнімен аңызғақ желіне тотықпайтын бөтен бітісті бір адам болса осы ақ кісі. Ақ кісі азан шақырып қойған ат емес. Есімді ел береді. Ақ кісі деп бертін елшіне таныла келе, елдің қойған лақабаты. Ағын судай сусылдап тұратын, үстіне су жұқпайтын, ісімен сөзіне орай қимыл әрекеті де сумақы. Әр бейіт моланы паналап, қорым тастың арасынан сумаңдап жылт етіп шыға келіп, жоқ болатын ақ кіс деген аңға ұқсатып, солай аталып кеткен. Содан ақ кісі атанды. Сөйлегенде аузына су жұқпайды. Түйенің аузынан кіріп, артынан шығып кететін қу. Қаңқабайдың балағынан кіріп жеңінен кіріп балағынан шығады. Сол жылпос, жылмағай әрекеті Қаңқабайға да майдай жақты. Ақ кісі Қаңқабайдың шабарманы, атқосшысы, көмекшісі, көлеңкесі іспетті. Артымды тазала десе де, ақ кісі тазалауға даяр. Істемек, арланбайды. Арланбастың асығы алшысынан түседі. Қаңқабай қайда болса, ақ кісі сонда. Қасынан сумаң қағып бір ел қалмайды. Екі құлағы Қаңқабайдың аузында, екі көзі Қаңқабайдың қимылында. Қаңқабайдың көзі барған жерге ақ кісінің өзі бұрын жетеді. Қаңқабайдың айтқанын, кірпігінің қыбыр еткенінен сезетін сұңғыла. Міне осы ақ кісі айтқанын артығымен атқарғанына Құдайдай сеніп тұр. Қаңқабайды да қаңғып жүрген осы адамның ішіндегі ақ кісілер. Қаңқабай елең ете түсті. Құлағына ақ кісі мүмкін әлдекім сыбырлағандай болды. «Қатын қылмасам атым үшін деп едің ғой, ал енді не тұрс? Кім сенің қолыңды қағады? Кім саған куә? Өзі жасап, өзі тергеген істе куә болам екен. Ақ кісі ше, оның жарасы жеңіл.
Оның тағдыры сенің саусағыңның ұшында. Тумысынан қисық біткен зат сынбаса түзелмейді. Қызық құмарлық қылмысқа жетелейді. Маңдайын қос тізесіне тіреп бүкшиіп отырған Ләззаттың үстіне қара бурадай болып Қаңқабай шөкті. Тап бір өзінің қатынын бауырына басқандай еркінсиді. Бұл кезде Ләззат алдай жанымай деген екі ауыз сөзді ғана ыңырсып айтты. Айтқанда зорға айтты. Басқа қарсылық танытпады. Қаңқабайдың абын күбін қимылын айтқан сөзін бәрін босағаға жабыса тыңдап, тап бір істі өзі жасап жатқандай қыбығанып тұрған ақ кісі екі қолын ысқылап қойқаңдап алды да аңқау кісімсіп кіріп келді. Ләззаттың үстінен тұрып жатқан Қаңқабай бүкіл денесімен бұрылып ала көлеңкешінде ала көзімен ата қарады. Бір бөтен дыбыс шыққан соң деп күмілжіп сөз аяғын жұтып қойып, қайта айналып сып беріп шыға жөнелді. Мұны ақ кісі әдейі істеді. Қаңқабайға қылған қыры. Енді Қаңқабай бұдан ығып жүретін болады. Бірақ Қаңқабай осы әрекет үшін көзін жойып жібере алатынын ойлағанда, өзі басын өзі тоқпақтап, қандай түлен түртті. Не сор түртіп бардым. Сорлы басым ау деп өзін өзі жазғырып зәре құты қашты. Енді Қаңқабай ақ кісіден емес, Қаңқабайдың қылмысын көріп қалған үшін ақ кісі Қаңқабайдан қарадай ығатын болды. Өйткені мына заманда ақиқатқа куә болудың өзі қылмыс еді. Өмірде не болмайды? Адам басына күн туғанда не істемейді, нені қаламайды? Ойнап күлгеніңнің, ойын сауық құрғаныңның, шалқып жүргеніңнің барлығы да деннің саулығында. Амандықта, деннің саулығын халқымыз бірінші байлық деп бекер айтпаған ғой. Ал денің сау болып, елің тыныш болмаса, ол үлкен кесел. Кеселмен аурудың арасы жер мен көктей. Кеселдің кесірі халыққа тиеді. Бұны ойлайтын Ләззатта қазір қал жоқ. Ауру жанына батып, әбден күйзеліп, өмірден күдерін үзіп, жаны қиналған адам Құдай тағаладан жанымды тез алсаң деп тілейтін кездері де болады ғой. Ләззаттың басындағы сол күй. Құдай бетін ары қылсын. Бұл тілекті азапқа тоғытылып жатқан уақытта Ләззат тілемеді. Тілей отырып, Құдайын жазғырмады, қабаққа тіл тигізбеді. Тумысында көрмек түгілі атын естімеген азаптаудың неше түрін көрген Ләззат құрып кеткір қоғамды қарғамады дейсіз бе? Тағдырынан алмады дейсіз бе? Тағдырдың жазуы деп айтуға ауыз бармайтын аярлығы Ләззаттың басынан өтіп жатыр. Елес емес, шын өмір, жаңа өмір. Егер шын жазылса сабақ, ертең егіліп еске алар тарих. Ал егер ағат түссе қасірет. Бейкүнә Ләззат тағдырының жазуынсыз қолдан зорлықпен жасалынған осы қорлықтан құтылу үшін Құдайдан өлім тілеп жатыр. Күштінің, әлсіздің басына әңгір таяқ ойната беретін ақиқатын әбден мойындаған. Жанымды жаналғыш келіп, тез алса дейді. Бұрындары бір естіген әпсана есіне түседі. Жарық дүниеден жалығып, адам болмайтынына әбден көзі жеткен кезде мына қалқа қалмақ жұрты, жарық дүниеден жалығып, адам болмайтынына әбден көзі жеткен кезде мына қалқа қалмақ жұрты төңкеріске дейін қайтеді дейсің ғой. Өздері тәуіп санайтын кәдімгі тірі жан алғыш Әзірейіл адамдарын шақыртады екен. Ел аузынан Қарадәмірін деген естігені бар. Ұзын қара кісі дейді. Бетінде қап-қара үлкен меңдері бар. Соны жұрт кісі өлтіреді деп айтып жүретін. Қарадәмірін кештетіп келіп, апақ-сапақ уақытта ауру жанды жүресінен шөгеріп отырғызып, өзі арт жағынан келіп, омыртқасын күрт еткізіп жалғыз басып отырады екен. Оның шеберлігі сонда, жалғыз рет басады дейді. Жұлынын үзіп жіберетін болса керек. Сонан соң жақын туыс туғандары мәйітті сол бүктетілген күйінде көтеріп, адам аяғы жетпес таудың бір қуысына не ен түзге апарып тастайды екен. Мәйітті ит құс жеп, тез арада тамтығын қалдырмай тауысып кетсе, жақсы адам болғаны. Көк тәңір алып ұшып кетті деп ырымдайтын көрінеді. Кешегі қонып жүрген киіз туырлықтылар тұқымы пұтқа табынатын Бұрқан дініне кіргеннен кейінгі заманда қайтыс болған адамды сөйтіп далаға тастап, аңқұсқа жегізетін, бұлын айда мекендейтін бір халықтың жерлеу дәстүрі бойынша атқаратын болыпты. Әр өлкенің өзінің мәйітті апарып тастайтын белгілі жерін алтын бесік деп атайды. Әлгі тақайдың қорқып түнде от жанып жатты, сайтан майтан болды деп өкпесін қолына ұстап қашып жүретін жері осы Ұраңқайлардың алтын бесік еді. Жаңа мизам келгеннен бері далаға сүйек тастау тиылған. Қазір сол қураған сүйектер түн баласында ай жарығы түскенде от боп жанып жатады. Соны білмейтіндер шайтан майтанға теңейді. Бірақ қорқынышты. Әсіресе түн баласында. Ен түзде, тау ішінде жалғыз келе жатқаныңда тұсыңнан от жанып жатса қалай қорқпайсың? Қорқпау үшін жүрегіңнің түгі болуы керек қой. Қорқу қорғаныстың бір түрі.
Қорықпаған адам қорғана да білмейді. Қорқыныш күшті болса, қорғаныс та мықты болады. Алайда кенеттен қатты қорыққаннан адамның жүрек қабы жарылып өліп кетеді. Сондықтан қорқынышты дер кезінде әрекетпен сейілтіп отыру керек екен. Әйтпесе қорыққан адамға әрине қос көрінеді. Ол жай көрінбейді, әртүрлі бейнеде елестейді. Бірде адам кейпінде, бірде албасты кейпінде келеді. Тау арасында түнде тықырлаған дыбысқа дейін анық естіледі. Тырс еткен дыбыс тарс ете түскен мылтық даусынан да қатты естіледі. Ал мінген атың тағалы болса ше, онда тас басқан сайын атыңның табаны отқа толып кетеді. Ләззатқа қарс алдында қарақшыдай болып қақиып отырған Қаңқабай қара дәмірін болып көрінді. Жаналғыш, өлтіріш.